Сәлем қыздар. Бүгін менюда бізде кукси. Қазір собирать ететін болам куксиді. Мынау несі? Ой, қазір не алмаппын ғой. Мынау деген бульоны. Мынау деген лапшасы. Мынау ет, перецпен, болгарский перец, жуамен қуырған. Мына капуста. Бұл да кішкене қуырылған салат. Мынау огурцы, тоже салат. Мынау омлет. Қазір осының бәрін собирать ететін, общем, жинайтын боламын. Көрсетемін сосын. Ойлап қалмаңыздар, сатып алған деп бәрін қолдан істедім. Өзім қолдан істедім. Омлетті де жұмыртқадан, салаттарды, етті қуырып, бәрін өзім істедім. Сосын мынандай рамен алып келдік. Күйеуім рамен болғанда не ғой, кеспе ғой, спагетти. Кэммиткі өте жақсы екен, шаш сияқты екен, көрдіңіздер ма? Мелкий шаш сияқты екен да. Мынау қайнатқанда 3-4 минут қана қайнатады дегенсіз, 3 минутта дайын болды ғой. Осындай раменін сап қойдым. Раменді деп қой. Енді етті салайық. Күйеуім екеуміздің порциямыз. Күйеуіме көбірек қып салам. Звондап жатыршы маған. Қазір жауап бере салайық. Жалғастырайық. Заказ бергенем, ана курьер-мурьермен ми қатып кетті ғой. WhatsAppқа жазыңызшы, телефонды алыңызшы деп. Енді не саламыз? Салатты саламыз. Мынау капуста мен помидор қуырылған. Бұның рецептін көрсетумен болатын еді, енді керемет айтып жеткізе алмай. Мына мен что-то не етемей кеттім. Қолым ана телефон ұстап тұрмын да, штативке қоюға ерініп тұрмын, сосын қиындау болып тұр маған. Балдарға макарон клуб беру керек, бұндайды көреміз, беріп. Ай, жемейді. Сәл жайрақ қойшы жан, немене беледі. Мынау салат, огурцы салат. Огурцы мен помидор, там чеснок, соя. Керемет там, в общем, айтып жеткізе алмай. Тіл үйрет. Прям тілді үйіріп айландырып жүрді. Тіліңізді жеп қойысып қойын да. Салсайықшына бәрін. Так, нан салдық, енді омлет саламыз. Мұны қолмен салсаңшы, сән келтірмейік. Мұны. Маған. Күйеуіме көптей қылып салатырмын. Хотя разница жоқ. Енді бульоннан қоямыз. Бульонға білесіздер ма не қосқанымды? Бульонда теркадан өткізілген, в общем, осы бульонға байланысты ғой. Теркадан өткізілген помидор бар. Мынандай майда туралған огурцы бар, укроп бар, соя бар, в общем, чеснок бар. Бульон деген енді керемет. Біз холодный қып жейін деп жатырмыз. Күн жылыды ғой енді. Холодный болғанда қатты, холодный еместі комнатный температурада. Раменді жауып тұру керек қой бульон ше. Айтқандай, осыған мукбанк деген естулеріңіз бар ма, көргендеріңіз бар ма, тамақ жеп жатқанын түсіретін ше. Сондай түсіргім келіп жүр менің де. Түсіріп көрейш, қалай кетер екен деп. Мынау менікі, мынау күйеуімкі. Міне. Осы куксиға мукбанк бүгін түсірем дегенем, қолым тимей кетті. Кукси деген в холодном виде тұра береді ғой, холодильникке сап қоям. Ертең ба мукбанк түсіріп, әдемілеп тамақ жеуші, кім біледі екен. Тамақ жеп, ертең түсіріп жіберетін боламын. Жалпы міне осындай бетіне негізі кинза қосса да болады бұларға. Кинза маған ұнамайды, сондықтан біз кинза қоспаймыз. Укроп қостым, соны жетеді бізге, зелень онша жақсы көрмейміз. Солай, осылай. Мен өзім кукси жақсы көрем. Куксиді өте қатты жақсы көрем. Істеп тұрам. Көп істемеймін, ұмыт кете берем, но істеп тұрамын. Осылай, достар.
Сау болыңыздар, аман болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын, әртүрлі тағам істеп жеңіздер, құры, вермишель, макарон, қазақша кеспе көжені емес, әртүрлі тамақтар істеп, үйде өз қолыңыздан үйде істегенге не жетсін. Осылай істеп жеңіздер. Бүгін ана несін жазайын деген едім, қар балас болып кетті, қолым тимей кетті. Тез істеп тастадым, қызым жағаласып, күйеуім жұмыстан кешігіп, солай болып кетті. Сол үшін түсіре алмадым. Осылай достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Пока-пока.